Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен тарих сахнасына артынан көптеген ұрпақ қалдырып, көзге түскен адамдардың тізімін айтатын боламын. Достар, егер сіздер үйде отырып YouTube'тан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Абылай хан. Қазақ хандарының әрқайсысының қанша баласы болғаны жайлы дерек көп болмаса да, Абылай хан жайлы дерек бізге жетті. Оның тек бір әйелі қазақтан болып, қалғандары қырғыздан, қарақалпақтан, әсіресе қалмақтан болды. Нәтижесінде Абылайдың артынан 70 ұрпақ қалып, оның 30-ы ұл, 40-ы қыз болды. Цянлюн. Қытайды басып алған шүшіттердің Цин әулетінен болған император Цянлюн артынан 27 ұрпақ қалдырды. Сұлтан Хусейн Байқара. Әмір Темірдің ұрпағы, Хорасан билеушісі. 36 ұрпақ қалдырып, оның 18-і ұл, 18-і қыз болды. Сюань Цзюн. Қытайды басып алған түркілік Табғаш әулетінен болған Таң императоры Сюань Цзюн артынан 59 ұрпақ қалдырды. Вьетнам императоры Нгуен Хен То артынан 64 ұрпақ қалдырды. ақш азаматы Джон Гестің 7 әйелі болып, артынан 64 ұрпақ қалдырды. Джонның көп әйелді, көп балалы әке екендігі 1850 жылы болған ақштың аймақтық федералдық халық санағы кезінде анықталды. Сауд Арабиясының алғашқы патшасы Абдул Азиз ибн Абдуррахман әл-Сауд артынан 75 ұрпақ қалдырды. Сауд ибн Абдул Азиз әл-Сауд Сауд Арабиясының екінші патшасы. Ол өз әкесінен озып кетіп, артынан 115 ұрпақ қалдырды. Таиландтық Раттанакосина мемлекетінің патшасы Рама II артынан 72 ұрпақ қалдырды. Атасына тартқан Рама IV де қалыс қалмай, ұрпағын 82-ге дейін көтерді. Атасын осса да әкесіне сәл-ақ жетпей қалған Рама V артынан 77 ұрпақ қалдырды. Бабахан деген атпен белгілі Иранды билеген түркмендердің Қаджар әулетінен болған Фетх Али Шах көптеген әйелдерге жаппай бала туғызып, артынан 108 ұрпақ қалдырды. Ибрахим Нджоя. Африкадағы Бабум сұлтанатының патшасы, қазіргі Батыс Камерун, артынан 177 ұрпақ қалдырды. Август II. Польша королі және Литва князі. Сұлу әйелдерді жақсы көретін адам ретінде көзге түсті. Артынан шамамен 300-ден аса ұрпақ қалдырды. Мулай Исмаил ибн Шариф. Марокко сұлтаны. Гаремдегі әйелдерді өте қызғаншақ адам болған. Күдіктенген әйелдерді өлім жазасына кесіп отырды. Артынан шамамен 868 ұрпақ қалдырды. Ғұн патшасы Еділ Европаның басым көпшілігін жаулап алып билік құрды. Деректерде оның өте көп әйелдер мен қыздардан гарем құрғандығын және артынан көп бала қалдырғаны айтылады. Бірақ нақты саны бізге жетпеді. Ол көп ұрпақ қалдыру өте маңызды шаруа деп санаған. Шыңғыс хан көзінің тірісінде көптеген мемлекеттерді басып алды. Артынша ең сұлу қыздарды өзіне қалдырып, қалғандарын әскерлеріне үлестіріп жаппай зорлады. Шыңғыс хан адам неғұрлым артынан көп ұрпақ қалдырса, соғұрлым маңызы жоғары болады деп санаған. Әсіресе жеңілген патшалардың жылқыларына мініп, байлығын тартып алып, әйелдері мен қыздарын қойнына алуды өмірдің ләззаты деп санаған. Сондай-ақ Қытай қыздары нәзік деп жақсы көргені айтылады. Көптеген әйелдерді иеленген Шыңғыс хан расымен де көп ұрпақ қалдырғаны айтылады. Зерттеушілер олардың саны шамамен 2000 мен 3000-ның аралығында деп айтады. Қазіргі таңдағы ғалымдар Y хромосоманы зерттеу нәтижесінде Азияда көптеген еркектердің ортақ Y хромосомада екендігін анықтады. Y хромосома ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ұзақ ғасырлар бойы өзгермейді. Бұл ортақ геннің мерзімі шамамен 800 бен 1000 жыл аралығын қамтиды. Ал бұл Шыңғыс ханға жақын заман. Сол себепті ғалымдар олардың атасы кім болғандығын қиналмай тапты. Қазіргі таңда шамамен 16 миллион адам Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болып табылады. Бұл бір мемлекеттің санымен пара-пар. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркелулеріңізді өтінемін. Алдағы уақытта тарихта көп бала туған әйелдердің тізімін жасайтын боламын.